Егер адамдар денсаулық туралы және қанның құрамындағы жоғары қант туралы айтатын болса, біздің есімізге бірден диабет түседі. Көпшілік адам қант диабеті тәттіні көп жейтіндерде пайда болады деп ойлайды, алайда бұл олай емес. Бұл ауру метаболизмнің бұзылуымен байланысты және ұзақ уақыт қажет ем алмағандықтан ол қауіпті асқынуларға әкеледі. Адам диабеттің алғашқы белгілерін қалай анықтай алады? Аурудың қандай белгілері алаңдаушылық тудыруы керек? Бірінші, шөлдеу және ауыздың құрғауы. Күніне 3-5 литрге дейін сұйықтық ішу. Екінші, тәбет жақсы бола тұра салмақтың күрт азаюы. Үшінші, зәр шығарудың жиіленуі және көп болуы. Төртінші, ашушаңдық, үнемі шаршау, әлсіздік және ұйқышылдық. Бесінші, аяқ-қолдың ұюы, саусақтардың шаншуы. Алтыншы, кенеттен жүрек айну және құсу. Жетінші, жараның нашар жазылуы. Сегізінші, терінің қышуы. Тоғызыншы, көру қабілетінің нашарлауы. Егер осы белгілердің біреуі немесе бірнешеуі сізде байқалса, дәрігерге көрінгеніңіз жөн. Қант диабетінің бірнеше түрі бар. Қант диабетінің бірінші түрі бұл ұйқы безінің өздігінен инсулин өндіре алмауы салдарынан қан құрамында осы гормонның тапшылығы туындауы. Бұл көбінесе жас адамдарда кездеседі. Қант диабетінің екінші түрі бұл ең көп таралған түрі. Ол ұйқы безі тым көп инсулин түзіп, бірақ глюкоза молекуласының ағза жасушаларына жеткізуін қамтамасыз ете алмауы кезінде туындайды. Глюкоза адам ағзасында машинаға арналған жанармай секілді энергия береді. Егер қандағы инсулин жұмыс істемесе, ол ағзада жеткіліксіз деңгейде болса, онда глюкоза жасушаларға жетпейді. Соның салдарынан жасуша жұмыс істей алмайды. Ол кейбір жасушаларға қарапайым диффузия жолы арқылы түсе алады. Ол жасушаға еніп, бір бөліктен екіншісіне өтеді. Сондай-ақ глюкоза өздігінен жете алмайтын жасушалар да бар. Оларды ақуыз жеткізуі мүмкін. Бұл ақуыз көлік рөлін атқарады. Оны GLUT4 деп атайды. Бұл ақуыз инсулин әсерімен түзіледі. Қант диабеті емделе ме және алдын алуға бола ма? Қант диабетінің бірінші түрі инсулин көмегімен ғана емделеді. Қант диабетінің екінші түрі емдеу нұсқасы көбірек. Біріншіден, белгі бір диетамен өмір салтын өзгерту жеткілікті болуы мүмкін. Дәрігер науқас жағдайына қарай дәрі тағайындауы мүмкін. Егер ұйқы безі өзінің инсулин қорын түгел жұмсап қойса, терапияға инсулин қосылады. Қант диабетінің алдын алу үшін артық салмақтан құтылу және спортпен шұғылдану, май мен қантты пайдалануды төмендету. Және де сіздің туысқандарыңыздың ішінде диабетпен ауыратындары болса, қандағы қант деңгейін жүйелі тексертіп тұру қажет. Дұрыс тамақтану, майлы тамақты аз, өсімдік талшықтарын көп пайдаланыңыз. Өте тәтті және өте тұзды тамақтан бас тартыңыз. Дәрумендер қабылдап, үнемі күтініп жүріңіз. Өз салмағыңызды қалыпты ұстаңыз. Тез жүру семірудің бірден бір емі. Аптасына 5 рет дене шынықтыру жаттығулармен шұғылданатын кісілер қант диабетімен 50% ауырмайтын болады. Кез келген ауа райында күніне 4 километр жаяу жүріңіз. Және жылына 1 рет арнайы маман дәрігерлерге қаралып тұрыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.